Бүгін баршаңызға біз қазір осындай жазға арналған бас киім тоқитын боламыз. Мен бұл бас киімді 2 жастағы балама арнап тоқыдым. Сіз өзіңізге өлшемді шығару үшін ең алғашқы ілмекті ілген кезде ілмек санын таңдауыңызға байланысты болады. Олай болса бастайық. Ең алдымен бізге осындай хлопок жіппен ілмек керек. Әрі қарай ілмекті іліп аламыз. 5 ілмек ілеміз ең алғаш. 1, 2, 3, 4, 5-шісін ілдік. Енді осыны дөңгелектейтін боламыз. Ең алғашқы ілмекке іліп алып, дөңгелектейміз. Дөңгелектің ішіне 12 бір орамды бағанды тоқып шығатын боламыз. Ең алдымен келесі қатарға көтерілу үшін 3 ілмекті іліп аламыз. Бұл бірінші орамды баған болып саналады. Міне екіншісін ілеміз әрі қарай. Жібімізге орап аламыз, жібімізді алып кіргізіп шығамыз. Үшінші бір орамды бағанды тоқимыз, жібімізді ораймыз, кіргізіп алып шығамыз. Төртіншісін тоқимыз. Осылай 12 бір орамды бағанды тоқитын боласыздар. Қатардың ең соңында кездескенше. Біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Үшінші ілмекке ілмегімізді кіргізіп, жібімізді алып шығатын боламыз. Екеуінен жіпті өткізіп аламыз. Енді екінші қатарды тоқитын боламыз. Жібімізді тартамыз. Екінші қатарды тоқу үшін ілмек іліп аламыз тағы да. 1, 2, 3, 4 ілмек ілеміз. Әр қатарда 4 ілмек іліп отырамыз көтерілу үшін. Міне мына жерге бір орамды бағаннан 2 рет тоқитын боламыз. Біріншісін тоқыдық. Бір бос ілмек ілеміз. Тура осы жерге қайтадан екінші бағанды тоқимыз. Қайтадан бос ілмек ілеміз. Келесіне енді бір орамды бағанды бір рет қана тоқимыз. Міне. Бір рет тоқыдық, бір рет бос ілмек ілеміз. Енді келесіне тағы 2 рет тоқитын боламыз мына жерге. Міне бірінші бағанды тоқыдық. Екінші бағанды тоқимыз. Арасында міндетті түрде бос ілмекті іліп отыратын боласыздар. Тағы жібімізді айналдырамыз. Енді бір рет тоқимыз бұл жерде. Осылай қатар соңына дейін қайталана беретін болады. Міне қатарымыз біздің аяқталды. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде 2 ілмек тоқыдық бір ілмекке. Мына жерде 2 ілмек тоқыдық. Арасына бір ілмекті қалдырып отырдық, бір баған тоқып отырдық. Осындай сіздерде 6 бір ілмекке 2 баған тоқылып шығуы тиіс. Әрі қарай қатарымызды аяқтайық. Міне біз қатарымыздың соңына келдік. Мына жерден 2 баған тоқитын боламыз. Біріншісін тоқыдық. Бос ілмек ілеміз. Енді осы жерге екіншісін тоқимыз. Қатарда аяқтайтын кезде міндетті түрде бос ілмек іліп алуды ұмытпаңыздар. Мына жерге қазір тоқитын боламыз. Бір бос ілмек іліп аламыз. Үшінші ілмекті тауып алып, осы жерден жібімізді кіргізіп, алып шығып біріктіреміз. Біріктіреміз. Енді үшінші қатарды тоқитын боламыз. Келесі қатарға көтерілу үшін ілмек іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. Енді біз келесі қатарды арка бойымен тоқимыз барлығын. Біріншіне кіргіздік, бір баған тоқып шығамыз. Бос ілмек іліп аламыз. Енді мына жерден қазір 2 тоқитын боламыз, 2 баған. Бос ілмек іліп аламыз, жібімізді ораймыз. Міне бірінші баған тоқимыз. Бос ілмек іліп аламыз. Осы жерге қайтадан екінші баған тоқимыз. Қатар бойы осылай қайталайтын боласыздар. Бір ілмек іліп аламыз. Мына жерге бір баған тоқимыз.
бірінші баған, келесіне тағы тоқимыз. Екінші баған. Әдеттегідей мына жерден 2 ілмек шығарасыздар. Осының арасынан бірінші баған тоқимыз. Бос ілмек ілеміз. Екінші баған тоқимыз. Осылай қатар соңына дейін қайталай беретін боласыздар. Міне қатарымыздың соңына келдік. Соңғы баған тоқыдық. Бір бос ілмек іліп аламыз. Мына жерден үшінші ілмекті тауып алып, осы жерден қатарымызды біріктіретін боламыз. Үшінші ілмекке кіргіземіз. Жібімізді алып шығамыз. Бізде осылай үшінші қатар аяқталды. Келесі қатардың барлығын осылай қайталап тоқи беретін боласыздар. 2 баған тоқылады. Одан соң араларындағы баған саны қатар санына байланысты көбейе беретін болады. 3, 4, 5 деп. Міне біз аяқтадық. Мен 8 баған тоқып шықтым. Енді әрі қарай біз еш өзгеріссіз баған арасын ғана тоқи беретін боламыз. Міне қатарымызды біріктіріп аламыз. Жібімізді алып шығамыз. 4 ілмек ілеміз. 1, 2, 3, 4. Енді әр арқаның арасына бір орамды бағаннан тоқып шығатын боламыз. Міне келесін тоқимыз. Бос ілмек қалдырып отыруды міндетті түрде ұмытпаймыз. Келесіне тоқимыз. Міне біз бір бағаннан 2 баған шығарған жерге келдік. Алдыңғы қатарларда 2 баған тоқысақ, енді бұл жерде әрі қарай тек 1 баған тоқимыз. Міне 1 баған тоқыдық. Әрі қарай жалғастыра береміз 1 бағанымыз тоқып. Міне 1 бағанымыз тоқыдық. 1 бос ілмек ілдік. Тағы да 1 бағанымыз тоқыдық. Енді мына жерден тағы 1 баған тоқимыз. Осылай өздеріңізге қажетті ұзындық шыққанша тоқитын боласыздар. Мен бұл жерде 13 қатар тоқып шықтым. Біздің бас киіміміз аяқталды. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңызды қоя кеттеріңіздер. Міндетті түрде мен сіздерге жауап беремін.